Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін 29 қыркүйек. Сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы парақтарды бүктеудің түрлері. 1, 2 және 3 бүктелу сызығымен қолмен бүктеу. Сабақтың мақсаты: бүктеу туралы жалпы түсінік, бүктеу түрлерімен таныстыру, студенттерге қолмен бүктеуді үйрету, студенттердің пәнге және мамандыққа қызығушылығын арттыру. Жалпы қағаздарды бүктеу дегеніміз арнайы бөлшектер бойынша бүктеу сызықтарын түсіру. Біз қағаздарды бүктеу үшін арнайы бүктеу таяқшасын пайдаланамыз. Бүктеу таяқшасы яғни әртүрлі материалдан жасалуы мүмкін. Ағаштан, пластмассадан және де тағы басқа материалдардан. Қағаздарды бүктеу процесі біздер қағаздарды екшелеп, санап, кескеннен кейін қағаздарды бүктеу процесі жүреді. Қағаздарды бүктеу үшке бөлінеді: параллель, аралас және де перпендикуляр. Параллель бүктеу дегеніміз, яғни біз қағаздарды бүктегенімізде бүктеу сызықтары бір-біріне параллель орналасып жатады. Мысал келтіре кетсек, буклеттер, листовкалар перпендикуляр бүктеу дегеніміз бүктеу сызықтары аралас бүктеу дегеніміз, яғни бүктелген өнімде параллель бүктеуде бүкілім саны әртүрлі өзара перпендикуляр схемасы көрсетілген жерде ең бірінші азырлы бір бөлім, яғни біз бір бөлім кезінде 4 беттік дәптер аламыз. 2 бөлім кезінде 8 беттік дәптер аламыз, в суретте көрсетілгендей. 3 бөлім кезінде 16 беттік дәптер алынады, 4 бөлім кезінде 32 беттік дәптер аламыз. Бүктеуге өте қатаң талаптар қойылады. Яғни барлық дәптерлердің реттік саны болу керек. Бақылау белгілері дәптерлердің бүктеу сызығына дәл келуі керек. Дәптерлердің бүктелгеннен кейінгі өлшемі форматтың кескенге дейінгі өлшеміне дәл келуі керек. Дәптерлердің түбіндегі бүктеу сызығының қисықтығы плюс-минус 1 мм-ден аспауы керек. Бүктеу сызықтары анық түсіп, еш қыртыс болмауы керек. Автоматта тігілетін дәптерлерде алдыңғы жағынан 5 мм шлейф болу керек. 16 және 32 беттік қатты қағаздан бүктелген дәптерлердің жоғарғы сызығы перфорацияланған болу керек. Форматтың, суреттің және иллюстрацияның бүктеу сызығының қашықтығы плюс-минус 1 мм-ден аспауы керек. Қосымша желіліктерде ені блокты кескенге дейінгі форматтан 1,5 мм, 2,5 мм-ден кейін жаңа материалды бекіту, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру үшін арнайы сұрақтарға жауап береміз. Бүктеуге қойылатын талаптар: қандай кезде қолмен бүктеу түрін қолданамыз? Бүктеу түрлері:
Үйге тапсырма бүктеу тәсілдеріне қарай 4, 8, 16 және 32 беттік дәптерлерді жасап және де беттеу жасау, бет санын орналастыру.